Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллахи амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар. Әлбетте, енді осы кездесуімізден аяқ жағында, прямой эфирден шыққаннан кейін мен сіздерге бір сұрақтар қойып жатармын, өмірімізге маңызды болған. Бірақ одан бұрын мен бір айтқым келген бір дүниелерді айтайын. Бүгін жұмаға қатысқан шығарсыздар. Жұмада бір әдемі бір аят оқылды. Сол аятты біздің осы рухани сапарымызда айтпақшы болған тақырыптарымыздың бірі еді. Бірақ енді соны сол ортасындағы тақырыпты алға шығарайық. Өйткені бүгін сол жұмада айтылған тақырып болғаннан кейін соны әрмен қарай өрбіткім келгеннен. Алла табарака ва тағала Құран-ы Кәримде Хадж сүресінің 11-ші аятында адамдар туралы айтады. Бір адамдар бар. Даусым естіліп жатыр, бір адамдар бар. Аллаға құлшылық еткен кезінде екі ойлы дәрежеде құлшылық етеді дейді. Екі ойлы болып құлшылық етеді екен да. Егер оған Алла тағала сол ойына жараса жақсылық берсе, Құдай маған жақсылық берді, бұл жақсы дін деп айтады екен. Ал егер Алла тағала сол ұстанып атқан дінінің арқасында оны сынаса, немесе ол дінге қатысы жоқ, өмірде бір басқа сынақтарға душар болып, бір қиыншылыққа жетіп қалса, қашып шығып кетіп қалады екен. Соны айтады Алла тағала. Бұл адам дүниесінде ақыретінде жоғалтқан адам дейді. Өйткені енді ақыры жолы болмады дүниеде, ой, жолым болмады, мен намаз оқып едім, жолым болмай қалды деп, енді намазында тастап кетсе, енді ақыретінде құртады да ол. Ақыры дүниесінен айырылды. Ғалымдарымыз бұл сөздің тәпсірін былай деп айтады. Оны кеңітейікші сәл. Бұл аяттың тәпсіршілер екі адамға түскен деп айтады. Екі мағынаны айтады. Біреуі 200 адам дейді. 200 адам. Енді ол мұнафық адам ғой. Бірақ негізі көп тәпсіршілер пайғамбарымыздың заманында Медина қаласына пайғамбарымыз орнығып, күш қуаты жақсы болған кезінде адамдар делегация болып келіп, өзінің дінін ұстанады екен да, дінін ұсынады екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Сол сырттан келген делегацияның біреуі, соны даладан көшіп кеп пайғамбарымызға мен дінді қабылдадым дейді екен да. Сол дінді қабылдағаннан кейін Алла тағала келіншегіне ұл сыйлап, малына төлдер сыйлап, мал жаны бәрі көбейіп, күшейіп, рахаттанып кеткенде, бұл дін жақсы дін деп айтады екен ше. Ал енді бір адамды сынап, сол дінді қабылдағаннан кейін жаңағыдегі әйелі қыз туып, малы өспей, өрістен қайтпай, нашарлап, жағдай нашарлап кетсе, дінді тастап кетеді екен. Бұл болмағырды, бұл жаман дін деп тастайды екен. Осыларға арнап түскен деп айтады. Тағы да осының мағынасын ашайықшы. Яғни кейбір адамдар бар да, мен байқаймын. Намаз оқымай жүргенде жағдайы бар болады. Фирмасы жұмыс істеп тұрады, астында джипі болады, анау мынау тұрады да, қашан намазға жығылады, джипі болмай қалды, қарызға кіріп кетті, фирмасы жүрмей қалды. Мысалы, мүмкін ол арақ шарап сататын дүкені бар шығар да, бірақ енді ол намаз оқығасын арақ шарапқа болмайды ғой. Сосын ол дүкенін, арақ шарабын алып тастап, басқа нәрсе сатайын десе, дүкені жүрмей қалады да. Жаңағыдай араққа келетін адамдары келмей қалады. Сөйтеді екен да, осындай сынақ көріп жатқан адамдарды байқағанмын. Мен біздің ауылда жанында жүрген біраз адамдардан да осындай байқадым. Мысалы, жақсы жағдайлы жүреді, намазға жығылған күні жағдай нашарлап кетеді. Кейде айтады да сол жігіттер, есіме түсті да, сол жігіттер айтады, кейде шайтан азғарады дейді да. Сен намаз оқымай тұрғаныңда бұдан бай едің. Ал енді сен намаз оқыдың, ал не болды ал жағдайың? Ал, Құдай дегенің осы ма? Құдай сенің дұғаларың қабыл қылып тұрған еді ғой, кәні? Дегенде сынайды екен да. Алла тағала Әнбия сүресінің 35-ші аятында
біз сіздерді жақсылықпенен жамандықпенен сынаймыз деген аят бар. Яғни Алла тағала бізге жақсылық беріп те, жамандық беріп те сынайды. Соның ішінде осы сынақтар туралы айтпай тұрып, мен жаңа тақырыпты бір қозғағым келген нәрсе, сол шайтанның айтқанына кейбіреулер еріп кетеді ғой. Сөйтіп, қайтадан арағын сатып кетеді. Ал енді ойлаңызшы, өзі дүниесінен айырылып тұрған еді, Алла тағала оған ақыретінің бір жемісін беріп жатқан еді. Сол ақыретінің жемісіне қысылып, әлгі адам ана дүние жағынан сыналып атқан еді да, оны да дүниесі де болмай тұрған еді, енді ақыретін де тастайды да, енді қайда барады ол адам? Айтыңызшы, дүниесі жоқ, ақыреті жоқ болады. Яғни екеуінен де айырылады. Қандай ауыр нәрсе, Негізі Алла тағала сіз бен бізді түрлі дүниенің бар болуымен, жоқ болуымен сынайды. Бұның барлығы біздің рухани әлемімізге қатысы болуы да мүмкін, мүлде қатысы болмауы да мүмкін. Түсінесіз ба? Яғни сіздің намазыңызға қатысы болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Сынақтардың ішіндегі ең ауыры негізі ол бізді иманымызбен сынаған сынақ. Түсінесіз ба? Мысалы, жоғарыдағыдай ғой, мысалы, дүкен ашып, арақ сатып жатыр еді, намаз оқығаннан кейін енді иманы сыналып тұр да, сен не істейсің? Ана арағыңды тастап, намазыңды оқисың ба, жоқ, намазыңды тастап, арағыңды сатасың ба? Таразының екі жағында екі нәрсе тұр да, таңдау тұр. Саған дүние керек па, ақырет керек па? Солай таңдайды ғой адамдар. Бірақ бұл ондай емес қой, бұл ондай таңдау емес. Негізі ол кісінің ойындағы таңдау ол. Өзі сөйтіп таңдап тұрады. Бірақ негізі дүниенің сіздің иманыңызға қатысы болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, мүлде. Бірақ біз оның түбін, Алланың бізге бермекші болған хикметін түсінбейміз ғой, біріншіден. Сол үшін кейде бір адамдар дүниесінен қысылғаннан ақыретін тастап, қайтадан дүниеге кетеді. Мысалы, есімде, біздің бала кезімізде, бозбала кезімізде біз қатары намаз оқыған бірнеше қыздар болды. Намазға келгендігі үшін орамал тақты. Керемет қып орамал тағып, сондай намазын оқып жүрді да. Алла тағала ол кісілерді сынап, сол кісінің қатарлары күйеуге шыға берді. Бұл орамал таққан үшін бешірге бармайды, танысыға бармайды. Сонда ол өзінің ойы ғой, күйеуге тимей қалды. Енді не істейді? Орамалды шешеді да. Ойлайды да, мен орамалды тастасам, күйеуге тиемін. Бірақ сол қыздардың бір екеуі сол күйеуге тиген жоқ та. Ал күйеуге орамалын тастап тұрып тисе де ажырап келді. Енді не болды? Дүниесінен де ақыретінен де айырылып тұрды. Кейін қайтадан намазға жығылып жатты бір екеуі. Амал жоқ, басын иіп келіп намазға жығылды. Құдай қабыл қылсын. Ал кейбіреулер сол күйі Алла тағала ол кісіге намазды бермей қойды. Иманмен сынамасын дегенім сол ғой. Болды, баяғыдай, ана бозбала кезінде, бойжеткен кезіндегі ең алғашқы, мысалы 15-16 жастағы бір албырт Құдайға деген сезімдері жоқ та енді ше. Өйткені 20-ның үстіне шығып кетті, 30-ға барып қалды. Кілең пайда күнем өмірді үйреніп қалды ғой. Мен берсем бер, бермесең берме деген өмірді үйреніп қалғаннан кейін намазды да сөйтіп оқиды да. Мен намаз оқысам бересің, намаз оқымасам бермейсің дегендей. Мен орамал тақсам маған Құдай беру керек, орамал тақпайым ба бермеу керек. Яғни басқа ғой өмір. Бұны неге қозғадым? Умрада Құдайдың, Алла тағаланың осындай керемет зияратына келген адамдар болады. Алла тағаланың алдында ол кісілерге де таңдау түседі. Сен умраға келдің, намазға жығылдың, орамал тақтың. Енді қайтадан, бұл 10 күн тез өтіп кетеді жолдап. Қайтып келесің. Қайтадан баяғы өміріңе келесің. Енді сенде таңдау бар.
Алла тағала саған ақыреттік дорбаңның дәмін көрсетті. Ақыреттік жемістеріңнің баратын, ақыретіңнің рахатын теретін жолды көрсетіп қойды саған. Егер сіз дұрыс жүре алсаңыз, егер сіз дұрыс сезіне алсаңыз, ол сезімдер туралы иншалла алдымыздағы сабақтарда өтеміз. Қалай осы умрамыздан дұрыс сезім ала аламыз, қалай құлшылығымыздан жақсы нәр ала аламыз, оны өтеміз. Бірақ бүгінгі алғашқы тақырып, бастамай тұрып, бірден осыдан бастап алған. Умраға қызығып келеді. Сөйтеді де намазға жығылады, ана Қағбаға барады, сондай пайғамбардың зияратын көреді, сондай қылады да, қайтадан қайтып келгеннен кейін баяғы жартас бір жартас. Баяғы халге түседі қайтадан. Сол баяғы арақ шарабы, сол баяғы өмірі. Кейбіреулер осы умраға келеді, суретке түсуге бола келеді. Блогерлер бар, қазір жастар соған қатты қызығады. Ой, телефонда жаңа аккаунт ашып алған, ана жерде пәлен адам лайк басса, бір ақыретте сауап алғандай, жәннаттың сауабын алып атқандай қуанады оған. Ол лайк баспай қалса оған ренжиді, тура дозаққа түсіп баратқан сияқты. Ол бір адамның сізге деген бағасы ғой ол. Ол бағасын сізге қалай бергенін әшейін білмей, басылып кеткенін де білмейсіз. Оның артында басқа нәрсе тұрғанын да білмейсіз да. Екіншіден, ол басылған нәрсе сізге дүниеңізге ақша да беріп атқан жоқ. Ақыретіңізге сауап та беріп атқан жоқ. Бірақ адамдар Құдайдан күтпейді, өзге адамдардан күтеді. Қараңыз, қазіргі соцсет дейміз ғой, әлеуметтік желінің зиянының біреуі да. Әлеуметтік желіге кіреміз. Не үшін кіреміз? Ана лайк іздеу үшін кіреміз да. Сауап іздеу деген жоқ. Мақыл, дүнияуи бір нәрсені іздеу жоқ та, бір ақша тауып кішкентай. Жоқ, ол емес. Жалпы бір болмаған нәрсе. Сөйтіп интернетке кіреді да, Қағбаның жанына барып, бетіне 5 кило бояу жағып алған. Енді сұмдық біреуді көрдім да, мысалы ше, анау сұмдық енді. Боянып алған кезінде Құдай біледі, ана кісінің дәреті бар ма, жоқ па дейсің. Өйткені білесіз ба, анау дәрет алғанда негізі адамның терісіне су тию керек та. Ал оның бетіне май жаққаннан кейін сен дәреттіңді бұзбай жүру керексің. Дәреттіңді бұздың ба, сен ана майдың бәрін кетіріп, қайтадан жуу керексің. Өйткені май өткізбейді ғой денеге еш нәрсені. Ана бетіне соның бәрін жағып алған, жаңағыдай. Сөйтіп енді Қағбаның жанында оңға қарай бір түсіп, солға қарай бір түсіп, неше түрлі нәрселерді айтып, көрсетіп, суретке түседі. Ойлайсың, бұл кісінің дәреті бар ма, жоқ па? Сонда дәретсіз де кіріп кетті ма сол мешітке? Қандай содан не іздеді дейсіз? Бір адамдарды мүмкін осы жерге келуге қызықтырып жатқан шығар. Мүмкін бір фирманың айтқанын істеп жатқан шығар. Бірақ қай халде де көпшілігі мүмкін бір адамдарды соған тарту үшін ол тапсырма орындап ақша істеп жатқан шығар. Мақұл, оған енді жарайды, құптайықшы, жарайды. Бірақ анандай түр біріншіден исламға сай емес ол. Кейбір жігіттер бар, мысалы, келіншегін алып келеді. Енді екеуін құлшылық ғибадат қылдыңдар ғой, жақсы ғой, бірақ ана видеоға екеуі Қағбаны былай құшақтап түседі, былай түседі, әйтеуір неше түрлі суретке түседі. Мақсаты не? Мақсат егерде қандайдан түпке шығады адам жүрегінде мақсаты болады. Егер сіздің мақсатыңыз сол жерде лайк іздеу болса, онда сізге сауап болмайды. Екеуінің біреуі ғана болады. Егер сіздер жұрттың көңілін іздесеңіздер, онда сіз бақытты даладан іздеген адамсыз. Алла тағала бақытты, сіздің өміріңіздің бақытын біреудің қолына беріп қоймаған ешқашан. Тіпті сіздің күйеуіңіз де, әйеліңіз де, бала шағаңыз да сізге бақыт сыйламайды. Түсінесіз ба? Олар бақыт сыйлауға міндет емес. Біреулер ойлайды ғой, мен бала шағам маған мені бақытты қылады. Жоқ, бекерді айтыпсың. Немесе біреулер айтады, мен ата-анама қарызбын дейді. Мен бақытты қылуым керек дейді. Өйткені ата-анам, мысалы менің әкем, мен деп базарда жүрді 90-шы жылдан бері қарай, аяғынан сыз өтіп, қазір аяғы ақсақ, мен оны енді соны умраға алып келемін, мен соған қарыздармын. Кешіріңіз, қарыздармын деген сөздің мағынасы бар. Егер сіз шынайы рухани бір артында еш нәрсесі жоқ, бір сондай сауап іздеп Құдай үшін деген нәрсе болса, сіз қарыздарсыз. Бірақ егер қарыздармын дегенде міндеттімін десеңіз,
онда бұны шариғат та құптамайды. Бұны қазіргі заманауи ғылым да құптамайды. Өйткені сіз өзіңіздің бақытын бір бомағыр бір пендеге байлап қойдыңыз. Құрметті жақсылар, иә, ағамыздың, ініміздің, ата-анамыздың бізге жақсылығы өтті. Жақсы. Енді ол жақсылықты не үшін істеді? Не үшін істеді? Біз соны ақшасын төлеу үшін істеді ма? Жоқ, өмір бақи соған құл болуымыз керек па? Ол өзінің міндеті ғой, түсінесіз, ол өзі үшін істеді. Егер сол істеген ісіне Алладан сұраса, Алла оған сауабын беріп қояды. Түсінесіз ба? Мысалы, кейде мен сол жолығам, менің дейді, әпкем дейді, күйеуге тимей, бізді бақты дейді, ана інісін үйлендірген екен, сіңлілерін күйеуге берген екен, өзі күйеуге тимеген екен. Жаңа, енді қазір дейді, 70-ке келді дейді, біздің үйге кіріп отырып алды дейді. Сөйтіп, өзінің інісінің жаңағы балдары қойын, соның балдарын, күйеулерін, келіндерін бәрін сол жұмсайды дейді, үйде отырып алып. Жоқ, үлкендік жағынан кішкентайлар сол кісінің айтқанын істеу керек, дұрыс. Сыйластықта проблема жоқ. Бірақ міндет жағынан емес қой, түсінесіз ба? Ана кісінің айтқан сөздерінің бәрі сондай дейді да, мен дейді, өзімнің бүкіл жастық сағымды сендерге бердім деп айтты. Не қып бересің? Кім бер деді? Алла тағала бер деді ма? Бір аят, бір пайғамбардың сөзі бар ма? Жастық шағыңды біреуге құрбандыққа бер жібер деген бар ма? Мен білмейді екенмін да, соны мүмкін біреулеріңіз білсеңіздер айтарсыздар. Бұл дүниенің ғылымы оған да қарсы. Сен біреу үшін құрбандыққа барсаң, құрбандықтың ақысын Алладан ғана сұрай аласың. Түсінесіз ба? Мысал дейік, жағдай нашар бауырыңыз бар. Мысал айтайын, сіз бір жұмысыңыз жүріп бай болып кеттіңіз. Ал сіздің туған ініңіз жүрісі жүрмей кедей болып қалды. Сіздің оған қарасуыңыз сіздің бауырлық міндетіңіз. Бірақ ол міндетті ініңізден тартып алу емес. Құдайдан сұрайсыз. Түсінесіз ба? Алладан сұрайсыз. Ал ініңізге ше, ініңізге күніге көзін шығып кетемес та? Мен сенің кедей кезіңде бергенмін, мен сені адам қылғанмын, астыңдағы машинаны мен әпергенмін, үстіңдегі футболканы мен әпергенмін. Сол ма ағалық? Сол ма құрбандық? Ол қай жерде жазылған сөйтіп айту? Немесе інісінің орнына барып көріңіз. Інісі, мақыл, ағасы бұған жақсылық жасап жатыр. Дұрыс, жағдайы болмай жатыр еді, ағасы келіп жәрдем беріп жіберді, үй әперіп қойды. Інім деді, квартирадан квартираға көшпей ақ қойшы, мен саған үй салып берейінші деді. Салып берді үйді да ағасы. Енді інісі не істеу керек? Сол үшін ағасының есігінің алдынан шықпай құл болу керек па? Бүкіл бәрін құл болып соның қызметіне жүру керек па? Не сонда ол? Шариғатымыз бұны құптамайды. Құрметті жақсылар, біреулер дінді ұстанғанда осындай пайда күнемдікке ұстайды. Намазды да, оразаны да, дінді де біздің жоғарыдағы аятымыз да соған баратын еді. Осылай, осы нәрсеге ұстайды. Яғни, Аллахым дейді, мен намаз оқыдым дейді, сен маған беру керексің. Неге? Намазда міндет бар деген сөз бар ма екен? Егер шындап келгенде Алла тағала міндет қылуға өзі лайықты, біз емес. Пайғамбарымызға ең алғашқы түскен аяттардың бірі Мүззамил сүресі. Мүззамил сүресінде айтады: «Уәлә тамнун тастаксир». Өзіңнің жасаған амалыңды көп қылып міндетсінбе дейді. Яғни, ей Аллахым, мен сен үшін түнде тұрып намаз оқыдым, болмаса мен ұйықтауым болар еді деп айта аласың ба? Мен ұйықтасам болады ғой, бірақ мен саған бола ұйқымды бұзып, мұздай сумен жуынып, саған бола намаз оқыдым десеңіз, Алла тағала сізге құл болып қала ма екен? Не үшін айтасың оныңды? Ақыры біз жасаған сауап амал, қандай амал ендеше, дін бізге соны үйретеді. Қараңызшы,
қандай сауап амал, қандай жақсылық амал жасасаңыз да, Алланың ризалығының үшін жасайсыз да, ешкімге міндет қыла алмайсыз. Хақыңыз жоқ екен ғой. Қандай да бір адамға, мысалы міне умрада жастарға айтамыз, ей жастар, ана апаларға қарап жүріңіздер, аталарға қарап иығынан ұстап жүр, сүйеп жүр. Сол үшін сонда мысал дейік, бір сіз жассыз, бір апаның қолтығынан жаңа ұстап бардыңыз, умрасын жасады, немесе намазын оқыды, жәрдем беріп жіберді, енді ақша сұрайсың ба? Не істейсіз? Жоқ, ол сізге құл болу керек па? Тіпті ше, түсінесіз ба? Мен мынаны жасап қойдым, деп Аллаға міндетте қыла алмайсыз. Тек қана, өзінің сауап амалын Аллаға көрсетіп, Аллахым, мынауым рас болса деп бір өзіңіздің мұқтаждығыңызды ұсына аласыз. Пайғамбарымызда хадис бар ғой, білесіздер, бір үш адам үңгірде қалып кетеді. Есігін тас жауып қалады ғой. Тас жауып қалған кезінде үңгірден шығамағаннан бір жігіт айтады екен да, сауап амалдарымызды Аллаға ұсынып, Құдайдан жалбарынайықшы деп, өзінің сауап амалын айтады да, бір жасаған. Аллахым, осы сауап амалым шынайы сен үшін жасасам, мына бізді құтқаршы дегенде тас жылжиды. Екінші адам айтады, тағы жылжиды. Үшінші адам айтқанда тас домалап түседі, үшеуі шығып кете береді. Бірақ бұндағы мақсат, сіз жасаған сауап амалыңызды Құдайға айтуға, содан бір нәрсе сұрауға хақың бар деген сөзді білдірмейді. Түсінесіз ба? Яғни, Құдайым, ол шайтанның айтқанын істеген боласыз. Мен саған намаз оқыдым, сен маған осындай бер. Яғни, Алла менен бейне бір сделка қылған сияқтысыз ғой, сауда. Ол ондай қылынбайды. Қараңызшы, біздің әуелгі халық, бізден әуелгі өткен сәләфтарымыз қандай болған? Мысалы, Омар ибн Хаттабтың немересі Қағбаға кіріп, намазын оқып жүрген кезінде, патша, сол заманның патшасы көріп қалады да, Омардың немересі екенін көріп, сен Әзірет Омардың немересісің ғой дейді. Иә дейді. Қуанып кетеді да, сондай үлкен кісінің немересін жолықтырған айтады ғой, менен сұрасай, мен саған бір нәрсе берейін да дейді да, патша ғой. Бір қиналған жерің бар ма десе, біз Құдайдың үйінде жүрміз, Құдайдың үйінде Құдайдан басқадан мен қолымды жаймаймын дейді. Бол, дұрыс қой дейді да, қоя салады. Енді Қағбадан шығады ғой. Қағбадан шыққаннан кейін әлгі кісіні тағы да ұстап алып айтады ғой, енді Қағбадан шықтық қой дейді да, сұрасай дейді да, мен патшамын ғой, бір нәрсе берейінші, саған сыйлағым кеп тұр дегенде, айтқан сөзін қараңыз. Мен Алланың алдында соның үйінде жүріп, дүние сұрай алмағанымда, енді міне шығып сұрайды деп ойлайсың ба деген екен. Түсінесіз ба? Адамнан сұраған емес әуелгілер. Өзінің жасаған құлшылығын Аллаға да міндет қылған емес. Бәлки Аллаға, сонда сол Омардың немересі айтқан екен, сөзінің аяғында. Мен намаз оқып тұрып, құлшылық қылып тұрып, соның сауабын да Алладан сұрай алмаймын деген екен. Өйткені біліңіздер, дұғаның өзінің орындары бар. Құлшылық ғибадаттың да орындары бар. Біреулер сол құлшылық ғибадат қылғанда сауда қылып құлшылық қылады. Біреулер Құдайдан қорыққаннан құлшылық қылады. Бірақ құлшылықтың ең үлкені Аллаға өзіңнің құл екеніңді шынайы білдірумен құлшылық қыласыз. Түсінесіз ба? Құдайдан бір нәрсе сұрап емес. Түсінесіз ба? Дәметіп емес. Дәмету қосылса болды, менің иманыма бір нәрсе араласады дейді екен әуелгілер. Яғни мен Құдайдан дәметпеуім керек дейді екен. Ол енді ол да бір дәреже, мен Алладан сұрама деп айтып атқан жоқпын, дұрыс түсініп алыңыз. Яғни мысалы құлшылық ғибадат намазыңыздан кейін қолыңызды жайып, Аллахым деп сұрабасаңыз болады. Қағбаның жанына келіп мұқтаждығыңызды, ауру сырқауыңыз, бәрін сұрасаңыз болады, проблема жоқ. Бірақ солардың ең биігі да, ең биігі. Соларды сұрап болғаннан кейін болады ғой, мысалы. Сұрадыңыз, дуаңыз бәрін айтып қойдыңыз. Мысал айтайық та енді. Өйткені айтып қойдыңыз дейтінім, мен сол нәрсені қажылықта көргем. Осы өткен қажылыққа барғанымда, жұртқа уағыз қылып барғанбыз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Арафа күні Арафа тауына барғанда таңнан кешке шейін, күн батқанға шейін тоқтамай Құдайдан сұрағанда, дұға қылған.
тоқтамай дұға қылған. Бәріміз дұғада болайық дедім ғой. Енді қарайсың ғой. Қанша минутқа жетеді дұғаңыз? Мен сағат демей ақ қояйын, е? Кейбіреулердікі секундтар ғой. Аллахым, маған осындай бер. Мен не сұраймын дейді да содан кейін. Біреулер енді сәл фантазиясы көбірек та сұрай бастайды енді жаңағыдай. Өзін сұрайды, інілерін, ағаларын, бауырын, ата-анасын, өліп қалғандарды бәрін таусады. Таусылады ғой, ол адамсың ғой. Біздің адам болғаннан кейін бәрі нәрсеміз таусылады да өзі. Таусылып қалды ал сұрайтының. Не істейсің? Күн батқанға шейін не істейсің енді? Тағы да соны сұрайсың ба? Білмейтін адам соны тағы сұрайды. Ол да жақсы. Бірнеше рет қайталай берсеңіз де болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай дұға қылды екен деп сіз сұрап көрмедіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұқтаждығын сұраған. Өзге адамдардың да мұқтаждықтарына дұға жасаған. Бірақ ол кісі дұғадан тоқтамаған. Дұға бұл түбі құлшылық екен. Намазда тұрғанда дұға тілеуге болмайды, дұрыс па? Намазда еш нәрсе араластыруға болмайды да. Намазда намаздың амалдарын жасайсыз. Тура сол сияқты дұға қылып атқанда пайғамбарымыз Құран аяттарын, басқа өзінің Алла тағала аузына салған дұғаларды айтады екен. Одағы мақсат бір нәрсе сұрау емес. Одағы мақсат ғибадат екен. Түсінесіз ба? Ғибадат. Яғни бір дұғаны, мысалы, Раббана атина фид дүнияны тоқтамай 1000 рет айтыңызшы. Оның бас кезінде түсініп айтарсыз. Аяқ жағы зікір сияқты болып кетеді. Яғни дұғаның да мағынасы сол екен ғой, құлшылық, ғибадат, зікір сияқты нәрсе. Бұның бәрін неге қозғадым, құрметті жақсылар? Бір адамдар бар, жоғарыда аяттағыдай, бір адамдар бар, дінге кірген кезде, дінді қабылдаған кезде, аля харфин, яғни бір кішкентай бір бұрышына бола, немесе таразылауға бола дінді қабылдайды да. Құдай маған берсе, мен де берем. Құдай маған бермесе, мен де бермеймін. Жақсы ма, жақсы емес па бұл? Пайда күнемдік па? Ұнамсыз нәрсе ғой, дұрыс па? Ал енді ойлаңыз. Дәл осы пайда күнемдіктің ар жағында одан да сорақысы бар. Кейбіреулер намаз уақыты келген кезінде дүниесін абзал қояды. Дүниесін абзал қояды. Ал намаз уақытына ондай көп уақыт кетпейді. Біріншіден. Екіншіден, сіздің іздеп атқан рызық несібеңіз сол жай намаздың үстінен сұрайтын нәрсе ғой негізі. Басқа жақтан емес. Сол рызық несібеңіздің егесінің алдында тұрсыз ғой, түсінесіз ба? Қызық қой деймін да. Мысал айтайық. Қарапайым мысал. Сіз бір заводта жұмыс істейсіз. Заводта жұмыс істеп жатып, сіз айлығыңыздың көтергенін қалайсыз. Айлығым көтерсе екен деп бір бастықтан сұрағыңыз келіп жатыр да. Енді сізде екі таңдау тұр. Сізді екі адам шақырса, біреу сол заводтың бастығы, біреу сіздің бригадиріңіз. Бригадир, сіз шақырып жатыр. Кемесең, айлығыңды қысқартам деді. Қайсының қолынан келеді қысқарту? Бригадирдің ба, заводтың бастығының ба? Рас қой? Біз сол бригадирға бұрыламыз да, түсінесіз ба, ана бастық шақырса да. Бүкіл әлемнің патшасы сізді шақырғанда, соған лайықты қызмет қылайық. Мен дүниеңді таста демеймін. Ең маңызды өмір мен өлімнің арасында тұрған маңызды нәрселерді таста демеймін. Жоқ. Бірақ әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Дінді ұстанған кезде дүние менен араластырмаңыз. Дінді ұстанған кезде өзіңіздің саясатыңызды тықпаңыз. Дін бұл сіздің саясатыңыз емес. Саясат деген сөздің мағынасы, мен бұл айтқым келген сөздің мағынасы. Біреуді манипуляция жасау, біреуді билеу мағынасында болса, оны дінге айналдырмаңыз. Дін бұл сізбенен Алланың арасындағы нәрсе.
Дін бұл сіздің рухани алға қойған мақсаттарыңызға жеткізетін нәрселер. Бұл тақырып өте үлкен, бірақ мен қорытып айтқым келеді. Құрметті жақсылар, Аллахым Құран-ы Каримде Хадж сүресінің 11-ші аятында адамдардан сондай адамдар бар. Алла тағалаға күмәнменен құлшылық етеді дейді. Құдай берсе жақсы болам, Құдай бермесе бұл жақсы емес екен деп құлшылық етеді. Сол адам екі дүниесінде жоғалтқан адам деп айтады. Айтқым келгені, осындай құлшылық мекендеріне келген кезінде дүние менен ақыретті екеуін таразыға салып, берсе былай, бермесе былай деп өлшемеңіз. Ақырет дүниемен өлшенбейді. Дүние ақыреттің баспалдағы, бұл дүниесіз ақыретіміз жоқ. Бірақ ақыреттің өлшемі мына дүниеге бағынбайды. Соны білсек екен. Осы дүниедегі өлшемдерімізді ақыретке телімесек екен дегім келеді. Егер дұрыс түсіндіре алсам, Аллахым аузыма салған нәрсе. Ал егер түсіндіре алмасам, енді ол менің пендешілігім деп білерсіздер. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.